Ей нәпсім, қандай надан едің? Өзіңді данамын дейсің, өзіңді ақылдымын дейсің. Бірақ сен адамдардың ішіндегі ең ақымағысың. Сен жәннатқа немесе тозаққа бара жатқаныңды білмейсің бе жақында? Онда несіне мәз болып күліп жүрсің? Несіне ойынмен әуре болып жүрсің? Сенен басқа нәрсе талап етілген еді ғой. Бүгін немесе ертең жаның алынса, халің не болмақ? Немесе сен өлімді ұзақ көресің бе? Алла субхана ва тағала сендер өлімді, қияметті ұзақ көресіңдер, бірақ біз оны жақын көреміз дейді. Ей нәпсім, сен әрбір келуші нәрсенің жақын екенін білмейсің бе? Ұзақ болған нәрсе, келмейтін нәрсе. Ей нәпсім, сен өлімнің ешқандай ескертусіз, ешқандай елші жіберместен, ешқандай алдын келісім алмастан кенеттен келетінін білмейсің бе? Ей нәпсім, сенің әрбір алып жатқан демің, сенен әрбір шығып жатқан дем соңғы демің болуы мүмкін. Сол демде сенің өлімің болуы мүмкін. Өлімің болмаса, ауруың болуы мүмкін. Егер ауру келетін болса, өлім де ұзақ емес. Ей нәпсім, неге қияметке, өлімге дайындалмайсың? Ол барлық нәрседен жақын ғой. Алла субхана ва тағаланың Құран кәрімдегі иқтараба линнаси хисабухум ва хум фи ғафлатин му'ридун. Адамдарға есеп беретін қиямет күні жақындады. Бірақ адамдар бейқамдықпен, ғафлатта, немқұрайлықпен бет бұруда деген аятын түсінбейсің бе? Ей нәпсім, Аллаға қарсы күнә жасауда қандай батыл едің? Егер күнә жасап жатқан кезіңде Алла субхана ва тағала мені көрмейді десең, онда күфірлігің қандай ауыр еді. Ал егер Алла көріп тұр деген сенімде болсаң, онда қандай ұятсыз едің? Ей нәпсім, егер саған бір қызметшің жақпайтын нәрсені істесе, оған қалай ашуланасың? Сол үшін бұлқан талқан боласың. Сөйте тұра неге өзің Алла субхана ва тағаланың ғазабына, азабына душар болып жатсың? Немесе Алланың азабын көтере аламын, Алланың азабына шыдаймын деп ойлайсың ба? Қайдан шыдарсың? Бір сәт ыстық күннің астында тұрып көр, ыстық моншаға кіріп көр, қаншалықты шыдайтыныңды білерсің. Ал тозақтың азабы бұл дүниенің отынан, бұл дүниенің азабынан қанша есе ауыр. Ей нәпсім, неге әрекет етпейсің? Немесе Алла субхана ва тағаланың мейірімділігіне, Алланың кеңшілігіне арқа сүйеп жатсың ба? Ақиретісінде арқа сүйесең, неге бұл дүниесінде арқа сүйемейсің? Егер бір дұшпаның келіп саған зиян жеткізбекші болса, барлық айлаңды іске қосып, одан құтылуға әрекет жасайсың. Егер бір шахуатыңды қандыру керек болса, бір денеңнің қажетін өтеуің керек болса, сол үшін аз ақша керек болса, жаның шыққанша сол жолда әрекет етесің. Неге сол дүние мәселелерінде Алла өзі біреуді маған жеткізер, сол маған осы қажетімді өтеп берер, немесе алдымнан бір қазына шығып, сонымен байып кетермін деп Алланың кеңшілігін, рахметін күтіп отырмайсың? Ей нәпсім, немесе Алла ақиретте мейірім иесі, ақиретте кеңшілік иесі, ал бұл дүниеде мейірімді емес, бұл дүниеде кеңшілік иесі емес деп ойлайсың ба? Ақиреттің Раббысы, бұл деннің Раббысы бір емес пе? Адамзатқа еңбегіне жараса ғана табыс болатынын білмейсің бе? Ей нәпсім, екі жүзділігің қандай күшті еді? Мен иман келтіргенмін дейсің, мен мұсылманмын дейсің. Ал бірақ мұнафиқтықтың, екі жүзділіктің әсері жүзіңде көрініп тұр. Сенің жаратушың айтқан жоқ па? وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Жер бетіндегі бүкіл тірі жанның рызқын Алла мен өзім беремін, менің жауапкершілігімде деген жоқ па? Ал ақиретісінде وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Адамзатқа еңбегіне жараса ғана табыс болады деген жоқ па саған? Алла тағала бұл дүние ісін өз жауапкершілігіне алды. Дүниенің артынан қума, рызқыңды мен жеткіземін, маған тәуекел ет, рызқыңды менен сұра деді. Ал ақиретісінде өз қамыңды өзің көр, жасаған амалыңа жараса сауап аласың деді. Бірақ сен іс-әрекетіңмен Алланың сөзін жалғанға шығардың. Бұл дүниеге жыртқыш хайуандар өз олжасына таласқандай таластың. Ал ақиретісін өзіңе тапсырып еді, ақиретісінен бет бұрдың. Бұл иманның белгісі ме? Егер иман тілмен болғанда, неге мұнафиқтер тозақтың түбінде болды? Ей нәпсім, қияметке иман келтірмейсің бе? Егер өлсем, сонымен бәрі бітеді, мен құтылып кетем деп ойлайсың ба? Әлбетте ақиретке иман келтірерсің. Егер ақиретті жалғанға шығармасаң,
онда неге қамыңды көрмейсің, неге әрекетіңді жасамайсың? Егер бір кәфір, бір мүшрик келіп, ең жақсы көретін тағамыңда у бар десе, сен шахуатыңды тыйып, сол тағамды жемеуге сабыр етер едің. Бір жас бала келіп, ей аға, артыңда киіміңде шағатын шаян тұр десе, одан ешқандай дәлел сұрамастан сол киімді шешіп тастар едің. Сонда бір мүшриктің немесе бір жас баланың сөзі муъжизалармен расталған, пайғамбарлардың сөзінен, Алла субханала тағаланың кітабындағы сөзінен сен үшін қымбатырақ, сен үшін сенімдірек болғаны ма? Ей нәпсім, сонда сен үшін бұл дүниедегі бір шаянның шаққаны, ауру 1 сағатқа созылар, 2 сағатқа созылар, ахиреттегі шаяндардың шағуынан, ахиреттегі азаптан, ахиреттегі іріңдерден, ахиреттегі қайнаған судан да ауыр болғаны ма? Ей нәпсім, бұл ақылды адамның ісі емес. Егер қазір сенің халің жан-жануарларға, хайуанаттарға белгілі болғанда, олар сенің үстіңнен күлер еді, сенің ақымақ екеніңді көрер еді. Ей нәпсім, осының бәрін білсең, осының бәріне иман келтірсең, неге амалды кешіктіресің? Өлім әрбір сәтте сені күтіп тұрған жоқ па? Ей нәпсім, егер бір адам бір елге оқуға барса, 10 жылдап сол елде жүрсе, бірақ еш нәрсе оқымастан босқа уақытын өткізіп, соңғы қайтатын жылы, соңғы айда 10 жылда өткізіп алған нәрсесін үйреніп алам десе, сен ол адамға не дер едің? Ол адамның үстінен күлмес пе едің? Қандай ақымақ адам демес пе едің? Неге онда әрекет жасамайсың? Ей нәпсім, қартайғанымда, өміріңнің соңында өткен күндерімнің бәрін толтырып алам деп ойлайсың ба? Ал жарайды, аз уақытта сол өткен уақыттың бәрін толтыруға болады дерлік. Өміріңнің соңында сол кеткен уақыттардың бәрін сауаппен орнын толтыруға болады дерлік. Бүгін сол соңғы күнің шығар, неге әрекетіңді жасамайсың? Егер саған уахи етілсе де, саған хабар жетсе де, әлі 20 жыл, 30 жыл өмір сүресің деп, қазірден бастап амал етуге, қазірден бастап құлшылықты жасауға, қазірден бастап Раббыңа итаат етуге не кедергі? Шахуатыңды жеңу қиын болып жатқан шығар, шахуаттың талаптарына төтеп беру қиын болып жатқан шығар. Ей нәпсім, егер шахуатқа қазір төтеп беру, шахуатыңның талаптарына қазір төтеп беру қиын болып тұрса, ертең ол оңай болады деп ойлайсың ба? Немесе сен шахуатты жеңу қиын болмайтын, жеңіл болатын күн келеді деп ойлайсың ба? Әлбетте ондай күн келмейді. Алла субханала тағала ондай күн жаратқан жоқ. Жаннат қиыншылықтармен қоршалған. Ал қиыншылық ешқашан адамның нәпсісіне жеңіл болмайды. Ей нәпсім, қаншадан бері өзіңе ертең деп келе жатсың? Сол ертең деген күнің бүгін емес пе? Неге әрекетіңді жасамайсың? Немесе тағы да ертең дейсің бе? Сол ертең деген күнің келген кезде халіңнің қандай болғанын көрген жоқсың ба? Егер бүгін әрекетіңді жасалмасаң, ертең әрекет жасау одан да қиын болады. Адамның шахуаты тал секілді. Алла субханала тағала соны қопарып, жұлып тастауға бұйырған. Егер бүгін жұлып тастауда әлсіздік танытсаң, ертең оны жұлып тастау одан да қиын болады. Бүгін жұлып тастауда қиналып, ертеңге қалдырған адам жас кезінде бір талды жұлып тастау керек болды. Сол кезде оны жұлып тастамастан кәртейген кезіне қалтырған адам секілді. Адам күн өткен сайын кәртие береді, бойынан күш қуаты кете береді, талдың тамыры ұзаққа кете береді. Ол жуандай береді. Үлкен талды кәрі адам қайдан тамырымен қопарып жұлып тастасын? Егер бүгін нәпсіңе төтеп беру қиын болса, онда ертең төтеп беремін деп ойлама. Кәртейгеніңше жас болған шахуат талы үлкен қара ағашқа, қара талға айналады. Кез келген тал шыбық кезінде иіледі, шыбық кезінде сындыруға келеді. Бірақ уақыт өткен сайын қатая береді. Одан кейін оны сындыру, оны ию қиын болады. Ей нәпсім, осының бәрін білетін болсаң, осының бәрін түсінсең, неге онда амалды ертеңге қалдырып жатсың? Ал егер түсінбесең, онда несіне өзімді ақылдымын десің? Неге өзімді данамын десің? Неге өзімді кемеңгермін десің? Ей нәпсім, құлшылық жасауыңа не кедергі?
мен шахуаттың қажеттіліктеріне шыдай алмаймын, сабыр ете алмаймын дерсің, қаншалықты ақымақ едің. Егер шахуаттың қажеттіліктеріне шыдай алмайтын болсаң, шахуаттан айырылғың келмесе, рахаттан айырылғың келмесе, неге онда мәңгілік болған рахатты іздемейсің? Ей нәпсім, бір ауру адамға дәрігер, сен қазір ауырып тұрсың, 3 күн саған мұздай су ішуге болмайды. Осы 3 күннің ішінде мұздай су ішіп қоятын болсаң, одан кейін ауруың күшейіп, мұздай су ішуге саған мүлдем мүмкін болмай қалады десе, ол сонда сол 3 күнге шыдай алмай, ішіп қойып, 3000 күн су ішуден махрұм болса, ол адам жайында не дер едің? Қандай ақымақ адам дер едің? Ақылсыз адам дер едің? 3 күн шыдағанда өмірінің қалған бәрінде рахаттанып, мұздай су ішіп өмір сүрер еді. Бірақ 3 күнге шыдай алмай, осындай халге душар болды деп, ол адамның үстінен күлер едің. Ал енді неге өзің сол азғантай шахуаттың қажеттіліктеріне шыдай алмайсың? Егер сол қажеттіліктерге шыдап берсең, төтеп берсең, ертең Алланың алдына барған кезде мәңгілік рахатта, мәңгілік ләззатта болмас па едің? Бұл дүниенің шахуатының талаптарына шыдай алмасаң, ахиретте Алланың азабына қалай шыдайсың? Ей нәпсім, амалды кешіктіруіңе жасырын күпірлігің себеп пе? Жасырын күпірлігің Аллаға деген иманыңның әлсіздігі, қияметке деген иманыңның әлсіздігі, Алла субханала тағаланың ұлықтығын сезінбеуің, Алланың саған дайындап қойған сауабының немесе азабының үлкендігін сезінбеуің. Ей нәпсім, осы саған себеп пе? Немесе анық ақымақтығың себеп пе? Сенің ақымақтығың ақиретісінде Алланың кеңшілігіне, Алланың мейіріміне арқа сүйеп, бұл дүниесінде бір жұтым суда, бір үзік нанда да Алланың рахметіне, кемшілігіне арқа сүйемейсің. Сен бұл іс-әрекетіңмен, бұл сипатыңмен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ақымақ деген адамдардың қатарына кіресің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әл-кайису ман дана нафсаху ва амила лима ба'дал маут. Ақылды адам өзіне есеп беріп, өлімнен кейінгіге, ақиретке әрекет жасаған, амал еткен адам. Вал ахмақу ман атба'a нафсаху хаваха ва таманна ала Аллахил амани. Ал ақымақ адам көңіл қалауына, шахуатына еріп, одан кейін Алладан жақсылық күткен адам дейді. Ей нәпсім, бұл дүние сені алдамасын. Алдаушы шайтан сені алдамасын. Уақытыңды бос кетірме, уақытыңды жоғалтпа. Әрбір демің санаулы. Сенің бір демің шығумен бір бөлігің кеткендей. Денсаулығыңды ауру келмей тұрып ғанимет біл. Жастық шағыңды кәрілік келмей тұрып ғанимет біл. Байлығыңды кедейлік келмей тұрып ғанимет біл. Ақиретке сол жақта қанша қалатын болсаң, соған жараса әрекет ет. Ей нәпсім, сен қыстың мерзіміне қарай дайындаласың. Қыс 3 ай болса, сен 1 айға жететін отын дайындамайсың, 1 айға жететін шөп дайындамайсың, 1 айға жететін көмір дайындамайсың, 3 айға жететін көмір дайындайсың. Неге енді қысқа дайындық көруде Алланың кеңшілігіне, рахметіне арқа сүйеп, Алланың өзі аман алып шығады деп қоя салмайсың? Ақирет ісіне келген кезде Алла мейірімді ғой, Алла кешірімді ғой, Алла кешірер деп өзіңді алдайсың. Ей нәпсім, немесе сен үшін қыстың суығы, қыстың қаһары тозақтың суығынан, тозақтың қаһарынан жеңіл болғаны ма? Ей нәпсім, адам баласы қысқа дайындық көрмесе, жылы киімін дайындамаса, отынын дайындамаса, көмірін дайындамаса, қыстан аман шығады деп ойлайсың ба? Алла тағала қыстан аман алып шығады. Қыстан аман шығудың Алла субханала тағала өз мейірімділігімен бізге жолын көрсеткен жоқ па? Бізге отынды жаратып берді, көмірді жаратып берді, бізге жылы киімді берді. Біз сол нәрселерді жинасақ, қамдансақ, Алланың рахметімен қыстан аман шығамыз. Ақиретісінде де Алла субханала тағала мейірімді, Алла кең. Алланың мейірімділігі, Алланың кеңшілігі бізге пайғамбар жіберді. Бізге тура жолды көрсетті, бізге тозақтан құтылу жолын көрсетті. Алла субханала тағала бізге қыстан аман шығатын киім берді, көмір берді. Біз сол нәрселермен қамдансақ, қыстан аман шығамыз. Сол сияқты Алла субханала тағала бізге ақиретте құтылу жолын да көрсетті. Біз соны істейтін болсақ,
ертең қияметте құтылушылардан боламыз. Ей нәпсім, қараймын, дүниеге қатты махаббат қойғансың, дүниені қатты жақсы көресің, дүниеден айырылғың келмейді. Ей нәпсім, сен қиямет бар екенін білмейсің делік, сен Алланың азабы бар екенін білмейсің делік, бірақ өлімнің бар екенін, сол өлім келген кезде жақсы көрген нәрселеріңнен айырылатыныңды білмейсің бе? Ей нәпсім, бір адам жайында не дер едің? Егер ол патшаның зәулім сарайына кірсе, бірақ екінші жағынан оған шығып кету керек болса, сол шығып кетер жолда ол кетіп бара жатып, әдемі сұлу канизектерге көзін салып, соған ойы есі кетсе, бірақ сол зәулім сарайдан шығып кеткен кезде сол канизектерге қол жеткізе алмаған үшін жүрегінде қасірет қалады, жүрегінде ауру қалады. Бірақ соның бәрін біле тұра, жан-жаққа көз жүгірткен адам туралы не дерсің? Ол адам жайында әлбетте ақымақ дейсің. Ей нәпсім, неге онда бұл дүниеге сонша махаббат қоясың? Сен қаншалықты бұл дүниеге махаббат қойсаң, ертең өлім келген кезде дүниеден айырылу саған соншалықты қиын болады. Ей нәпсім, өлім келетін біле тұра, бұл дүниеге махаббат қойған адам өзіне қайғы қасірет жинап жатқан адам. Ол адам ертең өлім келген кезде қатты қиналады. Ей нәпсім, сенен алдын өткендерді көрмейсің бе? Олар қандай үйлер соқты, зәулім сарайлар соқты, бірақ кейін дүниеден өтті, артындағыларға мирас болып қалды. Ей нәпсім, алдын өткендерді көрмейсің бе? Өздері жемеген нәрсені жинады, өздері тұрмаған үйлерді соқты, жете алмайтын нәрселерді үміт етті. Ей нәпсім, қанша байларды көрмейсің бе? Бұлтпен жарысқан зәулім үйлер соқты, бірақ оның тұратын жері жердің астындағы қараңғы қабір еді. Ей нәпсім, бұл дүниеде бұдан асқан ақмақтық бар ма? Біреуі дүниеге қатты махаббат қояды, дүниесін соғады, дүниесін әшекейлейді, дүниесін безендіреді, бірақ ол анық дүниесін тастап кетіп бар жатыр. Ақиретін соқпайды, ақиретінің қамын жасамайды, бірақ анық ақиретке бара жатыр. Ей нәпсім, ертең Алланың алдына барғанда не деп жауап бересің? Бәлкім сен, мен өзімше жол таңдай алмаймын, мен адамдармен бірге болуды қалаймын, көппен көрген ұлы той дейді, мен адамдар не істесе соны істегім келеді дерсің. Онда неге пайғамбарларға ермейсің? Неге ізгі жандарға ермейсің? Неге шынайы Аллаға иман келтіргендерге ермейсің? Өзіңде ақыл болмаса, неге сол ақылдылардың артынан ермейсің? Ей нәпсім, бәлкім мансабың, адамдардың арасындағы құрметің сені мас қылған шығар, соның себебімен құлшылыққа бет бұра алмай жүрген шығарсың. Ей нәпсім, ойлап қарашы, адамдардың арасындағы атақ, құрмет, абырой деген не? Ол сол адамдардың жүрегіндегі саған деген құрмет. Ертең 100 жылдан кейін сол сені құрметтеген адамдардың бірі қалады ма? 150-200 жылдан кейін сен де ұмыт боласың, сені құрметтегендер де, сені басына көтеріп жүргендер де ұмыт болады. Алла субханала тағала алдын өткендер жайында «Хәл тухиссу минхум мин ахадин ау тасмау лахум рикза». Олардың бірін сен сезесің бе, немесе олардың сыбдырын естисің бе, олардың даусын естисің бе дейді. Барлығы да кетті, барлығы да жоқ болды. Ей нәпсім, 50 жылдық, 100 жылдық нәрсемен мәңгілік болған ақиретті қалай айырбастайсың? Сен патша болған күнде де бүкіл жер бетіндегілер сені құрметтеп, сені мойындап, басына көтеріп жүргенде де ертең 100 жылдан кейін солардың бірі қалмайды. Онда бұл уақытша болған нәрсе үшін қалайша ақиретіңді тастайсың? Ей нәпсім, егер ақиретке деген қызығушылығың аз болып, надандығыңның, соқырлығыңның себебімен дүниеден бет бұра алмасаң, дүниеге махаббат қоюдан ұзақтай алмасаң, онда неге сол дүниеге жарысуда, дүниеге махаббат қоюда саған серік болғандардың дәрежесінің төмендігіне қарап дүниеден бас тартпайсың? Дүниедегі қиыншылықтарға қарап дүниеден бас тартпайсың? Ей нәпсім, бұл дүниеде қандай хайыр бар? Егер Алланың алдында дәрежелері төмен болған, ертең тозаққа отын болған мүшриктер, кәфірлер ол дүниеде сенен озып жатса, бұл дүниеде қаншама кәфірлер бар, қаншама мүшриктер бар, қаншама Алланың ғазабына ұшырағандар бар. Сенен де, менен де дүниелері көп, олардың дүниелері артық. Кәфірге де, мүшрикке де берілетін дүниенің Алланың алдында қандай салмағы болсын? Сондай салмақсыз болған, құнсыз болған нәрсені қалайсың? Ал мәңгілік болған ақиреттен бет бұрасың.
ей нәпсім, қандай ақмақ едің. Егер пайғамбарлармен, ізгі жандармен жәннатта бірге болуды тастап, мүшриктермен, кәфірлердің қатарында солармен бірге болуды өзіңе қанағат тұтсаң, соған разы болсаң, онда қаншалықты ақмақ едің. Сен бұныңмен бұл дүниенде, ақиретті де жоғалтасың. Бұл дүниеден де ұтылған, ақиретте де ұтылған адамға өкініш болсын. Ей нәпсім, әрекетіңді жаса. Өлім жақын қалды, ескертуші келді. Өлгеннен кейін сен үшін кім намаз оқиды, сен үшін кім ораза тұтады, сен үшін кім жақсы амалдар жасайды. Ей нәпсім, бұл дүние санаулы күндер ғана. Санаулы күндердің азы ғана қалды. Сол аз күндеріңді бәсекеге тік. Егер өткен күндерің үшін қанша жыласаң да арзиды, бірақ сен өткен күндерің үшін жылаудың орнына әлі де сол ескі әніңе салып, әдетіңе салып, күнәға батып жүрсің. Ей нәпсім, барар жерің қабір екенін, жамылатын көрпең топырақ екенін, достарың құрт құмырсқалар екенін, алдыңда үлкен азап күтіп тұрғанын білмейсің бе? Ей нәпсім, өлім періштесі сен тұрған қаланың қақпасын қағып, пәленшінің жанын алмай артқа кетпеймін деп тұрғанын білмейсің бе? Ей нәпсім, біле білсең, бақилық болғандар, Алла субханала тағаланың азабына душар болғандар, саған берілген осы күндердің бір күнін сатып алу мүмкіншілігіне ие болса, тірі кездерінде жинаған бүкіл мал мүлік дүниелерін беріп, сенің бір күніңді сатып алар еді. Бірақ сен солар армандап жатқан қанша күндерді босқа жіберіп жатсың. Босқа жіберу былай тұрсын, күнәға толтырып өткізіп жатсың. Ей нәпсім, ұялмайсың ба? Адамдар үшін сыртқы келбетіңді безендіресің, өзіңді әдемілейсің, бірақ ішің күнәға толы, ішің тәкаппарлыққа толы, ішің өлік сасып жатыр. Раббыңнан ұялмайсың, адамдардан ұяласың. Ей нәпсім, сонда адамдардың көзқарасы саған Алланың назарынан да маңыздырақ болғаны ма? Ей нәпсім, адамдарды жақсылыққа шақырасың, бірақ өзің күнәға, пасықтыққа батып жүрсің. Адамдарды Аллаға шақырасың, бірақ өзің Алладан қашудасың. Адамдарға Алланы естеріне саласың, бірақ өзің Алланы ұмытып жүрсің. Ей нәпсім, күнәһар адам нәжістен де, өлекседен де, өліктен де сасығырақ екенін, одан да ауыррақ нәжіс екенін білмейсің бе? Ал нәжіс болған зат, нәжіс болған нәрсе басқа бір нәрсені қалай тазартсын? Ей нәпсім, егер өз халіңді білгенде, өзіңнің ақиқатыңды білгенде, адамдарға жетіп жатқан қайғы, адамдарға жетіп жатқан қиыншылық менің ғана себебіммен деп білер едің. Ей нәпсім, өзіңді шайтанның есеге еттің. Сені қалаған жағына жетелейді, сенің үстіңнен күліп жатыр. Сонда да өзіңе разы болып жүрсің, амалдарыңа мәз боласың. Алла тағала иблисті бір күнәнің себебімен рахметінен қуған жоқ па? Адам ата бір күнә істеумен жәннаттан шығарылған жоқ па? Ей нәпсім, неге әрекетіңді жасамайсың? Күнә істеуде қандай батыр едің? Ей нәпсім, бұл дүниеде мәңгі қалатындай әрекет етудесің. Қабір иелеріне қарамайсың ба? Олар да қанша нәрсені жинады, қанша үйлер соқты, бірақ үміттері сағым болып қалды. Үйлері қабірге айланды. Ей нәпсім, соларға қарап ғибрат алмайсың ба? Немесе олар о дүниелік болды да, сен мәңгі осында қаламын деп ойлайсың ба? Ей нәпсім, сен анаңның қарнынан шыр етіп бұл дүниеге түскеннен бері күн сайын өлімге жақындаудасың. Ей нәпсім, ертең жан алқымға келген кезде өлім періштесі қорқынышты бейнеде, қап-қара бейнеде сені тозақпен сүйіншілеп келуден қорқпайсың ба? Ей нәпсім, саған таң қаламын. Күнде жинаған ақшаңа, көбейген мал мүлкіңе қуанасың, бірақ азайып бара жатқан өмірің үшін қайғырмайсың. Мал мүлкің қанша көбейгенмен өмірің азайып, өмірің таусылып бара жатса, ондай дүниеден не хайыр, не жақсылық. Ей нәпсім, сен ақиреттен бет бұрудасың, бірақ ақирет саған қарай келе жатыр. Ей нәпсім, дүние сенен бет бұрып қашып бара жатыр, бірақ сен дүниенің артынан қуудасың. Қанша ағайын туысқандарың үміт етіп жүрді көп нәрсені, бірақ олаған жете алмады. Бақилық болды, о дүниелік болды.
неге солардан ғибрат алмайсың? Неге надандығыңнан қайтпайсың? Ей нәпсім, өзіңе бір қарашы. Алланың алдында қай денемен тұрасың? Қай тіліңмен жауап бересің? Ей нәпсім, қияметтің сұрағына жауабыңды дайында, және жауабың дұрыс болсын. Қалған аз күндеріңде ұзақ күндер үшін амал ет. Мәңгілік дүние үшін бұл жалған дүниеде амал ет. Бұл қайғы, қасірет, қиыншылық дүниесінде мәңгілік рахат, мәңгілік ләззат болған дүние үшін әрекет ет. Ей нәпсім, ертең амал ете алмайтын күн келмей тұрып, қазір амалыңды жаса. Бұл дүниеден мәжбүрлеп, өзіңнің қалауыңсыз шығарылмай тұрып, өз еркіңмен шық. Ахиретке дайындығыңды көр. Көбейіп жатқан мал мүлкіңмен қуанба. Қанша қуанып жүргендер бар, бірақ зиян шегуде, оны сезбейді. Бұндай адамдарға қандай өкініш. Зиянда жүр, бірақ оны сезінбейді. Күледі, қарқылдап, ойнайды, ойын сауық құрады, ішеді, жейді, бірақ Алла субхана ва тағаланың алдында тозақ иелерінен деп жазылып тұр. Ей нәпсім, берілген нәрсеге шүкір ете алмай тұрып, одан көбін талап етушіден болма. Адамдарды жамандықтан қайтарып, өзің қайтпайтындардан болма. Ей нәпсім, дінді ауыстыратын, иманды ауыстыратын еш нәрсе жоқ. Кімнің көлігі күн мен түн болатын болса, ол көлік тоқтамай жүріп жатыр. Сен қаласаң да, қаламасаң да, барар жеріңе сен алып бара жатыр. Ей нәпсім, осының бәрін көріп, осының бәрін естіп, ғибрат ал. Кімде кім уағыздан, үгіттен бас тартса, өзіне тозақы болуды мақұл көріпті. Ол адам тозақ иелерінен болуға разы болыпты. Бірақ нәпсім, сен тозақ иелерінен болуға разы емессің. Бірақ уағыз, насихат, үгітті де түсінгің келмейді, қабылдағың келмейді. Егер қабылдамауыңа жүрегіңнің қаттылығы себеп болса, онда түндеріңді құлшылықпен өткіз. Құдайдан жүрегіңді жұмсартуын, жүрегіңді жібітуін сұра. Ол да көмектеспесе, ораза тұт, жетім жесір кедейлерге көмектес, солардың халін көр, ауруларды көр. Алла субхана ва тағала жүрегіңді жібітер. Ал егер соның бәрі пайда бермесе, онда жүрегіңе мөр басылғанын, жүрегіңе құлып салынғанын біл. Жүрегіңнің жібуіне, жүрегіңнің жұмсаруына күнәлардың қараңғылығы кедергі болып жатқан шығар. Күнәлар жүрегіңді орап алған шығар. Ондай болатын болса, өзіңді тозақ иелерінен деп біл. Алла субхана ва тағала тозаққа иелерін жаратты, жаннатқа иелерін жаратты. Егер ешқандай да уағыз, ешқандай да құлшылық жүрегіңді жібітпесе, жүрегің өлімді естіп тітіркенбесе, онда сенде ешқандай қайыр жоқ. Өзіңнен күдер үз. Бірақ күдер үзу үлкен күнә. Алла субхана ва тағала күдер үзуден қайтарды. Саған күдер үзуге жол жоқ. Не істейсің? Алланың рахметін үміт ет. Күнәнің бәрін істеп жүріп, Алланың рахметін үміт ету ақмақтық. Ей нәпсім, өзіңнің осы халің, жүрегіңнің қаттылығы сені қайғыртып жатыр ма? Көзіңнен титтей де болса жас шығып жатыр ма? Көзіңнен титтей жас шықса, көзіңнен бір тамшы жас шықса, онда ол Алланың рахмат теңізінің тамшыларынан. Онда сенде әлі қайыр бар екен. Әрекет жаса, жыла. Я архамар рахимин, ей рахымдылардың рахымдысы, күнәмді кешір, мені жәннатлардан ет деп Алла субхана ва тағаладан сұра. Болмасам халің қиын, ешқандай барар жер қалған жоқ. Алла субхана ва тағала алдына ғана барасың. Сол үшін Аллаға жалын, жалбарын, Алладан күнәңнің кешірілуін сұра, жыла. Алла субхана ва тағала көз жасыңды көріп, сені рахметіне бөлер. Ей нәпсім, Алладан күнәңнің кешірілуін сұра. Я архамар рахимин, ей рахымдылардың рахымдысы, ей рахымды, ей мейірімді, ей жұмсақ, мен сенің күнәһар пендеңмін. Мен сенен ұялмастан күнәларыңды істеп жүрген пендеңмін. Міне алдыңа келіп тұрмын, тәубе есігіңді қағып жатырмын. Менің күнәмді кешір, өз рахметіңе бөле, маған иманның ләззатын сезінуді нәсіп ет деп Алла субхана ва тағаладан сұра. Бұлай дұға жасауда сен өзіңнің бірінші атаң Адам атаға ұқсайсың. Уахб ибн Мунаббих рахимахуллах, Адам алейхиссалам жәннаттан қуылғаннан кейін Раббысына дұға етті деді. Ей Раббым, менің халім мүшкіл, күнәларым мені орап алды. Мен жәннаттан бұл дүниеге қуылдым.
бақыттылық жерінен бақытсыздыққа қуылдым. Рахат өмірден қиыншылық өміріне қуылдым. Мәңгілік өмірден уақытша өмірге қуылдым. Қалайша күнәма жыламайын деп дұға еткен.